Осыдан тура бір ғасыр бұрын Қазалы ауданында дүниеге келді. Өмірбаянында айтылатындай, кедей шаруаның баласы еместі. Әкесі Мұратбай Қалыңбас елінің болысы болатын. Кәдімгі көркем шығармаларда халі мүшкіл кембағал ретінде бейнеленетін Мұратбай өмірден өткен соң болыстық оның інісі Орысбайдың қолына көшті. Ғанидың оқуын қиналмай жалғастырғаны да содан. Оқудан демалысқа келген Ғани талай рет әкесіне көмектесіп дау шешуге қатысқан. Сабақты үздік оқыған, жігерлі де жалынды болған. Ел жұрт Мұратбайдың бұл баласы аман болса бір жерден шығады дескен. Солай болды да. Бірақ қамшы сабындай ғана қысқа ғұмыр кешті. Бар жоғы 23 жасқа жетер жетпесте көз жұмды. Өкпе ауруы ақыры алып тынды. Сұлтан Махмұдты қыршынынан қиған кесел Ғаниды да құтқарған жоқ. Аз ғана ғұмырында мағыналы іс тындырған, Түркістан жастарының көшін бастаған, базарда, көшеде қаңғып жүрген жетім балаларды тауып алып, балалар үйіне орналастырған. Кейбірін өз үйіне паналатқан, жетім көрсе жебеген, жесір көрсе демеген. 20-шы жылдарда Ғани деген атау қайырымдылық деген ұғымның баламасындай болған. Қазалы топырағы Ғаниді ұмытқан жоқ. Ғанидың барлық мерейтойларын өткізу дәстүрінен жаңылған емес. Мұнда жастар жетекшісінің мұражайы бар. Бұл қасиетті орын талай сырға қанықтырады. Нарықтың толқыны төтесінен келген тұста да қазалылықтар мұражайдың туын жықпады. Алты алашқа танымал ұланның атын ардақтаумен келеді. Қазалыға ат басын тіреген адамның мұнда соқпай кетпейтіні кемде кем. Қазақстан мен шығыс жастарының жалынды жетекшісі, КИМ-нің шығыс жастары жөніндегі бөлім меңгерушісі, Жас Алаш газетінің алғашқы ұйымдастырушыларының бірі және алғашқы редакторы Ғани Мұратбаев небәрі 23 жыл ғана өмір сүргенменен, оның жерлестері және оның ұрпақтары, мына біздер ізбасарлары, біз ойлаймыз, Ғанидың өмірі біз үшін әрқашанда өнеге деп есептейміз. Себебі ол 23 жастағы қаршадай бала Мәскеудегі ең үлкен қызметке көтерілуінің өзі де. Ол баланың өз заманының біртуар азаматы деп деуге болады. Ал енді осы күнгі жастарға қазіргі кезде идеал кеміс. Жастарды рухани патриоттық тәрбие кеміс осы кезде. Ал енді сол кездегі Ғани сияқты патриоттар қазіргі жастарға идеал ретінде керек деп есептеймін. Мұражайда қызықты деректер жетіп артылады. Ғани мен оның аз ғана уақыт отасқан зайыбы Бақытжанның пайдаланған бұйымдары да осында. Ғани мен Бақытжан 20-шы жылдарда Қазалы ауданындағы Құмшөл деген жерде жастардың бас қосуында танысыпты. Бұл Ғанидың Мәскеуден демалысқа келіп жүрген кез екен. Сол таныстық жарасымды сыйластыққа ұласады. Ақыры Ғани Бақытжанға үйленіп, екеуі Мәскеуге аттанады. Олар аз ғана уақыт бірге болған. Ғаниді ауру меңдеген соң жолдастары Сухумиге емдеу орнына баруға көндіреді. Бақытжанның еріп барамын дегеніне қарамай, Ғани оны ауылға жібереді. Сол сырқатынан айыға алмай 1925 жылғы 15 сәуірде Мәскеуде қайтыс болған. Бақытжан пойызбен 4 күн жүріп әзір жеткенде Ғаниді жер қойнына беріп қойған екен.
Ғани жұрттың жүрегінде мәңгі жас қалпында қалды. Жас ұрпақ оны жылдар бойы идеал тұтты. Қазір де Ғанидың бағасы төмендеген емес. Қазір өткенге бір күйе жағу, бір тарихта партия, комсомол кезеңдерін мүлдем бір ұмыттыра салу сияқты, бір болмаса қара сызықпен бір беліне сыза салу сияқты көріністер бар қоғамда. Солай тарихтың өзінде солай қарау байқалады. Кейде осындай арыстарымызды ардақтауға келген кезде, олардың атын бүгінгі күні қайыра жаңғыртуға келген кезде сондай бір селқостықтар бар екенін жоққа шығаруға болмайды. Ол өте бір қисынсыз және қате пікір ғой деп ойлаймын. Біз сондықтан мына Ғаниді ұмыту, Алаштың жастығын ұмыту, Ғаниға құрмет, күншығыс жастарына құрмет деген бірнеше циклді материалдарды беріп, биылғы жылы осы Ғани Мұратбаевтың 100 жылға толу мерейтойын республика деңгейінде атап өту жөнінде жаңа үкіметтің басшысының назарына материалдарды ұсынып отырмыз. Ол қолдау тауып, қазір тиісті құжаттар қабылданып, сол шаралар қолға алынып жатыр. Жастар жетекшілері Ғанидың бейнесіне қарап бой түзеді. Олар Ғани секілді ширақ, еңбекқор, епті, білімді, шешен болуды мақсат тұтты. Сымдай тартылған сымбатты жас жігітке еліктемеген жетекшілері жоқ шығар. Жер-жерде Ғанидың ескерткіштері тұратын. Ескерткіш боп жұрттың жүрегінде қалған жас ұланның бейнесінің өзі ерекше ғибратты сездіріп тұрар еді. 23 жасында дүниеден қайтқан, бірақ 23 жасында бүкіл сол кездегі кеңеске белгілі болып, Мәскеуге барып, жастар коммунистік интернационалдың шығыс бөлімінің қызметкері болған, осында Түркістанның комсомолының орталық комитетінің мүшесі болған. Сол 23 жасында, осы бәрі жетістікке жеткізген осы Ғани Мұратбаев 23 жасында. Басқа елдердің арасында да осындай белгілі азаматтар болған шығар, бірақ Ғани сияқты осындай кішкене ғана өмір сүріп, бірақ осы еліне, жеріне көп қызмет білдірген, өз-өзін танымал қылған, өз арқылы біздің елімізді танымал қылған азамат. Мынау енді артқы кезде көп заттар айтылады, ол бұрынғы коммунистік система болған, ол сол системаға қызмет жасаған деп. Бірақ ол система болғанда да, бірақ ел үшін жұмыс істеді ол. Системаға жұмыс істесе де, ол елге қиянат жасаған жоқ, жамандық жасаған жоқ. Сол көзі жұмылғанша осы еліне, жеріне қызмет жасап кетті. Ғани бар болғаны 22 жасында үлкен қызметтің биігіне көтерілді. Ол 1924 жылы Коминтерннің шығыс жастарымен жұмыс бөлімінің меңгерушісі болып сайланды. Бұл Ғанидың іскерлігінің дәлелі болатын. Қаршадай ғана қазақ баласы Мәскеуді мойындатқан еді. Алайда ауруға шалдыққан соң бұл қызметті ұзақ атқара алған жоқ. Ғани Мұратбаев пен қазақтың зиялы азаматтары Бейсенбай Кенжебаев, Өтебай Тұрманжанов, Сара Есова, Әуелбек Қоңыратбаевтар етен араласқан. Олардың әрқайсысы Ғаниді әр қырынан танытатын естеліктер қалдырған. Шығыс жастарының көшбасшысы Ғани Мұратбаев есімін мен өзі бала кезімнен естіп өстім. Әкем ол кісі туралы көптеген тартымды әңгімелер айтып отырушы еді. Олардың тағдырларының тоғысқан тұсы 18 жылы Түркістан Республикасының орталығы Ташкент қаласында болатын. Сол жерде Дарул Мұғалимин деген педагогтық училищеде Ғани Мұратбаев тәрбиеші болған екен. Өзі әкемнен 3 жас қана үлкендігі болғанымен, Ғани сол кездің өзінде үлкен қоғамдық мәселелерге араласып, өзінің үлкен қайраткер екендігін таныта білген сияқты. Ташкент кейіннен Казинпро студенттеріне де үлкен қамқорлық жасап, Ташкентке келген қазақ жастарын балалар үйіне орналастыруға, оқу орындарында орналастыруға мәселесінде Ғани үлкен қамқорлық көрсеткен сияқты. Ғанидың тағы бір ісі деп айтып отырушы, бұл мынау Ташкент Казинпросының жанынан құрылған үлкен жастардың клубы. Сол клубта 20-шы жылы Ғани Мұратбаев, Мағжан Жұмабаев пен Мұхтар Әуезовтің әдебиет мәселесіне арналған пікір сайысын өткізген екен. Онда күн тәртібінде тұрған мәселе
ендігі жерде кеңес әдебиетінің, соның ішінде қазақ әдебиетінің алдағы бағыты реализм бола ма, романтизм бола ма деген проблема төңірегінде екеуі айтыс жүргізу керек екен. Міне кейіннен әуезовтің алғашқы пьесаларын сахналаған, соның барлығы сол Ташкент Казинкоросының сахнасында өткенін айтып отырушы еді. Ғани Жас Алаш газетінің алғашқы редакторы. Жас Алаш деген атауды сақтап қалғанда өзі. 1921 жылғы 22 наурыз күні Жас Алаштың алғашқы саны жарыққа шыққан. Ұлт мүддесін, ел мүддесін көздеген мақалалар жазған. Сөйтіп, Ғаниді біз тек жастар қозғалысының ғана емес, қазақ баспасөзі тарихының көшін бастаушылардың бірі деп те танимыз. Енді Ғани мен Жас Алаш деген кезде бұл ұғым біз үшін өте қымбат та қастерлі деп айтсақ артық айтпаймыз. Өйткені осы қазіргі таңда 80 жасынан асқан Жас Алаштың анау басында тұрған, дүниеге келген, оның кіндік атасы болған адам, осы біздің қазақ жастарының ғана емес, күншығыс жастарының көсемі деп аталған кезінде Ғани Мұратбаев. Ғани Мұратбаевтың осы газетті шығарған кезде 1921 жылы ол небәрі сол 19 жаста екен. 19 жаста осы бүкіл қазақ жастарының кәдімгі бір ұйытқысы болатын жаңа газет жасайық деп мына кітаптарды мен қарап отырмын. Сонда өзі ұсыныс тастап, соған ақшасын, қағазын тауып сөйтіп шығарған екен. Газеттің редакциясында алғаш редакцияда қызмет еткендердің бірі менің әкем болған екен. Бұл 1921 жылы Жас Алаш деген атпен шығып, бірақ сол атау кейіннен сол кездегі саясатқа кішкене қайшылау келіп, газет кейін тоқтап қалған, сосын қайтадан Жас Қайрат деген атаумен журнал болып шыға бастаған. Міне осы журналдардың бетінде де көптеген әкемнің де біраз мақалалары жарияланған екен, сол жерде материалдары, Ғани Мұратбаевтың нелері де бар. Кейін мен мынау Ақ жол газетін қарастырып жүргенде Ғанидың бір-екі сөздерін кездестіріп қалдым өзінің. Міне осындай тартымды әңгімелерді Ғани туралы айтып отырушы еді. Ғанидың жастар қозғалысына топтастырған қыз жігіттері де, Жас Алашқа жинаған қаламгерлері де қарымды болып шықты. Кейін бәрі де Алаштың ардақтыларына айналды. Ғани Жас Алаштың тарихындағы ең жас редактор. Оның жастығы басылымның сипатына мәңгілік жастық жігердің, батылдықтың, тәуекелшілдіктің рухын дарытты. Басылым бүгінге дейін сол дәстүрінен айныған жоқ. Жансүгіров деген ағамыз газеттің алғашқы сол жауапты хатшысы болған. Сол кісінің жазған дүниелері бар. Басқа да мына Бейсенбай Кенжебаев, Ал Тоқымбаев сияқтанған көп адамдардың Ғани туралы естеліктері бар. Сол естеліктерінде қалай болған сол кезде көп жақсы айтылады. Бірақ мына 22-ші жыл, 21-ші жыл Ташкентте шыққан газет қой, енді мысалы Жас Алаш кіндігін сол Ташкент қаласында кесіп, сол жерден тарап, солай шыққан жарық дүниеге. Ал содан бергі уақытта мінекей 80 жасқа былтыр толдық. Мұны биыл 81, осы алдағы наурызда 81-ге толады Жас Алаш газеті. Осы уақыттың аралығында біз Ғани Мұратбаевты қазақ жастарының бір туыстаушы, алғашқы сол қазақ жастарын бас біріктіріп, теңдікке, еркіндікке, азаттыққа алып шыққан азаматтардың бірі деп қарастыру керек. Ғанидың Жас Алашы ешқашан жорғасынан жаңылған емес. Талай ұрпақты түлетіп ұшырды, баспасөз тарихына атын алтын әріппен жазды. Ең бастысы Ғанидың дәстүріне адал болды. Алғашқы редакторының есімін өмір бойы ардақтаумен келеді. Басылым Ғанимен мінездес. Қиянат көргендерге шырылдап ара түседі. Менменсігендердің тәубесін еске салады. Ғани секілді шешен, Ғани сияқты батыл. Газеттің Жас Алаштың редакциясының тікелей өзінің әлгі тарихы Ғанимен байланысты болғаннан кейін де біз Ғани деген кезде жастық, Жас Алаш дегенде жастық, Ғанидың ғұмырының жаңағы қамшының сабындай қысқа болғанына өмірінде біз оны мәңгі жас күйінде қабылдап өстік. Сондықтан ол екеуі бір Ғани мен Жас Алаш деген кезде екеуі бірге қабат ұғым біз үшін өте бір қымбат. Өйткені екеуі де жастыққа байланысты. Екеуі де сол Жас Алаш деп аталған кезде Ғани еске түсіп тұрады, Ғани деп аталған кезде Жас Алаш еске түсіп тұрады.
1972 жылдың жазында Мәскеуде Ғани қабірінің басына ескерткіш орнатылды. 1925 жылы 18 сәуірде Ваганков зиратына жерленген Ғанидың өмір тарихын зерттеуші Сейілхан Асқаров жастар жетекшісінің мәңгілік мекенін кейін анықтаған. Қазақстан комсомолының жетекшілігіне Өзбекәлі Жәнібеков келген соң Ғаниға ескерткіш орнату мәселесі қолға алынған. Содан бері Ғани қабірі Мәскеуге жолы түскен қазақстандықтардың тағзым етіп қайтатын қастерлі орнына айналды. Ғани тұлғалардың арасында дараланып көзге түскен. Ой пікірлерін еркін айтқан, үлкенге де, кішіге де қамқор қайырымдылығымен де, ойға алғанын орындағанша тыным таппайтын өткірлігімен де ерекшеленген. Ғанидың мұндай қазақ жастарына үлкен қамқорлық көрсетуіне қол ұшын тигізіп отырған бұл Сұлтанбек Қожанов деп айтушы еді. Сұлтанбек Қожанов бұл кезде Ташкентте Түркістан Республикасының басшы қызметкерлерінің бірі ретінде Ғани Мұратбаевқа үлкен қолғабыс тигізіп отырған. Екеуі сол бұрынғы Кауфман дейді, кейінгі Карл Маркс көшесінде бір аулада тұрған секілді. Кейіннен мынау сыр бойынан шыққан Жүсіпбек Басығарин деген үлкен ағартушы кісі болған қазақтың. Кезінде сол жылдағы баспасөзде өлеңдері жарияланып тұрған, кітаптары шыққан. Сол кісі кейін кеңес үкіметі тұсында мынау кімнен Гержоттан қуғын көріп Ташкентке барғанда да соған пәтер тауып беріп, Казимпрош жастарының қамқорлығын алып, соны бағып баққанда осы Ғани Мұратбаев болған екен. Ғани өмірінің жалпы жұртқа белгісіз сәттері көп. Мәселен, Ғанидың есімін оның әкесі Қазалыдағы әйгілі көпес Ғанибайдың құрметіне қойған. Ғанидың өлең жазғаны туралы, жатпай тұрмай ағылшын, қытай тілдерін үйренген туралы деректер де бар. Ғанидың зайыбы Бақытжан Ғанисыз 67 жыл ғұмыр кешті. 1992 жылы Мұратбаевтың 90 жылдығына бірер күн қалғанда 84 жасында дүние салды. Өмір бойы Ғанидың атын ардақтаумен өтті. 25 жылы Москвада қайтыс болғанда біздің Ғани деген жинақ шыққан екен. Сонда Сұлтанбек Қожанов мынадай пікір айтады. Ғани Мұратбаев жаста болса, маған кезінде өткір ескертпелі айтып отырушы еді. Қазақ дейсің, бірақ біздің жастар туралы, олардың болашағы туралы ауыз ашпайсың деген сияқты ескертпелер айтады екен. Мына осындай әңгімелерді айтып отырушы еді. Ғанидың әрбір суретінің тарихы бар. Мәселен, теңізші киімін киіп түскен суреті жұртшылыққа жақсы таныс. Комсомолдың қамқорлығында болған теңіз флоты бірқатар жастар жетекшілерін құрметті теңізші қатарына қабылдапты. 20 жылдарда комсомолдың басшысы болған Александр Мельчаков Ғаниға матрос формасының керемет жарасатынын тілге тиек етіпті. Сондай-ақ Қоңыратбаевтың архивінен алынған суреттердің де өзіндік тарихы қатталған. Менің қолымда Ташкентте 1920 жылдары, 24 жыл мекен жылдары бір топ Ташкент комсомол қайраткерлерінің түскен суреті бар. Ішінде Ғани Мұратбаев бар, сыр бойынан шыққан кейін Қарақалпақ обкомының хатшысы болған Әбу Құдабаев бар, тағы бір топ сол кезде Түркістан комсомолының қайраткерлері бар, сурет бар. Соның ішінде менің әкем де бар. Бұл сурет 1938 жылы біз Қазақстанда Лениншіл жас газетінде басылған екен, жарияланған екен алғаш. Кейіннен Жүсіпбек Арыстановтың кітаптарында, тағы басқа жинақтарда жарияланып келе жатыр. Ол музейдің түпнұсқасы мен кейін Қазалда Ғани Мұратбаев музейінен көрдім сол суретті. Бұл сол Түркістан комсомол комитетінің негізінен Казимпрос жанындағы жастардың Ғани Мұратбаевпен бірге, Әбу Құдабаевпен бірге түскен суреттері.
Бұдан да басқа әкемнің архивінде Ғани Мұратбаевтың жеке суреттері, анау киімді істеген туралы куәлік қағаздары, тағы да көптеген құжаттары сақталған. Кезінде ол кісі Ғани Мұратбаев туралы жеке кітапша жазып, соны жарыққа шығармақта болған. Бірақ ол арманы орындалмай кетті. Кейін кеңес дәуірінде мен соны Молодая гвардия баспасына да беріп 88 жылы жоспарларына кіргізген де болатын. Бірақ сөйтіп жүргенде одақ тарқап кетті де, оның бәрі аяқсыз қалды. Ғани жайындағы естеліктерде оның тез қимылдап, шаруаны шапшаң атқаруға тырысатыны, шаршамайтын тынымсыздығы, жанкештілігі туралы айтылады. Әуелбек Қоңыратбаев Ғанидың жетім балаларға қамқор болғаны, өкімет басшыларымен тең дәрежеде сөйлесіп, емін-еркін мәселе шешетін жөнінде жазады. Ал Сара Есова оның керемет әнші екені туралы естелік қалдырыпты. Ғанидың мінезіне байланысты да пікірлер айтып отыратын. Ғани өзі өршіл, айтқанынан қайтпайтын. Бір қолын алғансын аяғына дейін жеткізбей қоймайтын. Және кез келген бастықтарға, сол кезде Түркістан Республикасының басшыларына тоқтамай кіріп, мәселені бірден шеше береді екен. Бір ғана мысал мынадай әңгімесі есімде қалыпты. Ташкент балалар үйінде жүргенде, Ташкентте нөмір 5-ші балалар үйі болған екен. Әкеміз 1918 жылы алдымен сол балалар үйіне түскен, сонда бұлардың үйін бір әскери кадет корпусы тартып алады екен. Сол кезде. Сонда бұлардың бәрін далаға шығарып тастаған кезде бұлар Ғаниға барған. Ғани сол бір түннің ішінде сол Ходжановтарға барып жүріп, тағы сол кезекті Нәзір Төреқұловтарға барып жүріп, соның бір түннің ішінде қайтадан менің Казимпростың балалар үйінің несін қайтадан алып берген екен. Міне осындай іскерлігі жайында да жиі әңгімелер айтып отыратын. Ғани Мұратбаев қарымды қаламгер де бола білген. Мақалаларында қазақ ұлтының мүддесі тұрғысынан да ой толғаған. Ол жергілікті жерлерде ұлт кадрларын тәрбиелеп өсіру саясатын қолдаған. Халықтың ана тілінде сөйлеуін мәдениеттің биігі деп санаған. Осындай мәселелерді жазғандарына да арқау еткен. Жазған дүниелер өте көп. Мысалға, жаңа қазақ жастарын ойлы іске, азаттыққа, осы кәдімгі еркіндікке, білім алуға шақырған. Қазақтың сол кезде мына жерін игеруге шақырған. Жерді қалай пайдалану керек? Халыққа мынау ойын сауықты қолға алып, елдің көңілін көтеріп, білім алуға ұмтылып, өркениет көшіне қалмау керек деген идеяларды сол Қаршадай 19 жасында бүкіл алаш жұртына ұран тастап, тек қана ол кезде мына қазақ қана емес, ол кезде мына өзбек, қазақ, қырғыз, түркмен жастарының барлығы осы Ғанидың несіне қарады, Ғанидың жолына қарады, Ғанидың бетіне қарады. Сол бүкіл күншығыс жастарының басын біріктіруге көп жұмыс жасаған адам. Яғни мына түбі түркі тектес түгел бол деп жүрміз ғой қазір. Сол осы идеяны алғаш көтерген азаматтардың бірі ғой. Сөйткен Ғани 23 жасқа толар толмаста өмірден озды. Алда аласапыран кезеңдер келе жатыр еді. Ғаниді күтіп тұрған істер де жетерлік болатын. Алайда жас ұлан мәңгіліктің мекеніне аттанып жүре берді. Қайрылмады. Ғаламат ғасырды тек бастап беруді ғана маңдайына жазыпты. Жер бетіне жан біткеннің жүрегін жаулаған жарқын бейнесін қалдырып кетті. Ел жұрты сол бейненің сынын бұзбай, сырын жоғалтпай, бір ғасырдан бір ғасырға алып өтті.
Алаштың арыстары ақталғанға дейін қазақтың көркем сөз өнерінде 4 алыптың есімі қатар аталатын. Олар кемеңгер Мұхтар Әуезов, Кеңпейіл Сәбит Мұханов, кербезде сырбаз Ғабит Мүсірепов, қарапайым Ғабиден Мұстафин. Солардың ішіндегі өнердегі және өмірдегі өзгеше мінез құлқымен оқшауланатын Ғабит Мүсіреповті ел жұрт осы жерден жиі көретін. Өйткені Ғабит Мүсірепов осы үйде тұрған. Ұлы суреткер бұл үйге 1968 жылы көшіп келген. Содан осы тұрғын үйді өмірден өтер өткенше, яғни 1985 жылғы 31 желтоқсанға дейін мекендеген. Әуезов әдебиеттің бәйтерегі болса, Мүсірепов көркем сөздің ар-ұяты сияқты еді. Ғабең әр сөзге құдірет дарытты. Жазушының шебер стилінің биік деңгейі әлі күнге дейін ешкімге алдырмай тұр. Мүсіреповтің тілі қазақтың құнарлы тілі. Мүсіреповтің юморы қазақы қалжыңнан бастау алады. Ғабең ұлттың ұлы перзенті. Суреткер әдебиетке өте қатал талап қойған. Күнделігіне жазушы алма бағын суреттегенде сенің көз алдыңа сол бақ келе ме, суарылғанын, суарылмағанын тани аламсың. Бұл сұрау әдебиеттің бірінші талабына жатады деп жазыпты. Әдебиетіміздің алыбы осы қағиданы басты мақсат етіп ұстанған. Өз айтқандай, соқыр көретіндей, саңырау еститіндей етіп жазған. Мынау үй Ғабит Мүсіреповтің 17 жыл бойы тұрған үйі. Ғабең қайтқаннан кейін 1986-87 жылдары осы үйді музейге айналдыру жөнінде үкіметтің шешімі болды. Содан кейін 1991 жылдан бастап бұл музей үй орталық музейдің бір филиалы ретінде есігін ашты. Одан бергі уақытта 10 шақты жыл өтті. Ғабеңнің 90 жылдығынан кейін енді міне 100 жылдық мерейтойы тойланатын қарсаңда осы музейге үлкен күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді, экспозициясы жаңартылды. Оның үстіне қазақтың екі бірдей алыбы Сәбит Мұқанов пен Ғабит Мүсіреповтің музей үйлері біріктіріліп, әкімшілік басқару жағынан музей кешені деп аталды. Ғабеңнің талай шығармалары өмірге келген жұмыс бөлмесі осы. Жалпы Мүсіреповте шимайланған қолжазба дегеніңіз атымен жоқ. Туындыларын ұшталған қарындашпен жазған. Ұнамаған сөзді өшіргішпен әспеттеп тұрып өшіріп, қайта түзеген. Сөз тіркестерін араб әрпімен маржандай етіп түзген. Кейде әбден отыра шаршаған Мүсірепов жазуын түрегеп тұрып жазатын болған. Мұндайда ол өз бойына шақтап, арнайы жасатқан биік столға көшеді. Сырбаз суреткер шығармаларының қолжазбаларын да көп сақтамаған. Жас ұлғайған шағында күнделік жүргізген. Бұл жазбалардан Мүсірепов тағдырының белгілі, белгісіз тұстарына қанық боламыз. Енді мынау орталық бөлме, бұл жердегі екі бөлменің кеңейтілген нұсқасы, бұл жерде әдеби бөлімі, яғни Ғабеңнің шығармашылық және өмір жолын баяндайтын бөлім. Біз енді соны мектеп бағдарламасынан бастап Ғабеңнің шығармашылығын, өмір жолын, қазақ әдебиетінде білетін адамдардың барлығы да біледі. Дегенмен бірақ жазушының жеке өміріне қатысты кейбір тұстар, жеке шығармашылығына байланысты кейбір айтылмаған жайттар, кейбір қолжазбалары деген сияқты музейдің өзінің жұртқа танытатын, көрсететін экспонат ретінде осындай заттар осы әдеби бөлімде сыр ашады. Бұл жерде мәселе мынау бір витринаны алдарыңызда тұрған мынау анасы Дина Ғабеңнің 57 жылы қайтыс болған. Оған дейін Ғабеңнің інілерінің қолында тұрған, елде тұрған.
ағасы Хамиттің, інісі Баязид, қарындасы Гүлсім, інісі Әшімнің фотосуреттері тұр мына жерде. Ал осылы фотосуреттер мысалы көп жұртқа белгісіз, былайша айтқанда. Ал сондай-ақ Ғабеңнің ерте кезде түскен фотосуреттерінен музей қорында сақталған мына бір екі фотографияны да айтып кетуімізге болады. Мынау 27-ші жылы Көкшетауда Ғабең Бурабайда ауыл шаруашылық техникумда сабақ береді. Сол кезде түскен суреті мынау атқа мініп отырған сол 25 жастағы жас жігіт. Міне осы атқа мінген күнінен бастап Ғабең әдебиет әлеміне де сапар тартқан болатын. Сол сапары ұзақ әрі жемісті болды. Қазақ әдебиетінің негізін қалаған Ғабең көркем сөз өнерінде қайталанбас қолтаңба қалдырды. Мүсірепов стилі шеберліктің шыңы деген ұғымның баламасына айналып кеткені қашан. Ұлы суреткер еңбегінің бағаланғанын көріп кетті. Кеңестік жүйенің ең үлкен наградасы еңбек ерінің алтын жұлдызын өңіріне тақты. Жазушыны жарты әлемге танымал еткен бұл атақ қазақ қаламгерлерінің ішінен тек Ғабеңе ғана бұйырған. Шын өнерді бағалай білетін ұрпақ Мүсірепов шығармаларындағы рухани бастаулардан сусынын қандырады. Ғабит Мүсіреповті зерттеушілер өте көп. Кітап жазған, мақалалар жазған, докторлық диссертация қорғаған, кандидаттық диссертация қорғаған көптеген адамдар бар. Ал енді менің олардан өзгешелігім бар. Менің өзгешелігім Ғабит Мүсіреповтің өзінің тірі кезінде 1968 жылы өзінің қалауы бойынша мен ол кісіге көмекші болып жұмыс жасадым. Оның тарихы өте ұзақ. Ол кісі айтты, менің осы ұзақ жылдарға бойғы мақалаларым бар. Газеттерде, журналдарда, архивтерде. Соны бір кітап етіп шығару керек болып жүр. Өзінде ешқандай нұсқасы жоқ, соны жинау керек, машинкеге бастыру керек, соны баспаға дайындау керек деді. Сол жұмысты жасауға мені ол кісі қалап алды. Содан кейін бұл 1968 жылдың январь айы болатын. Содан мен 68, 69, 73 жыл бойы сол жаңағы мақалаларын іздеп, газеттен, журналдардан, архивтерден іздеп бәрін дайындадым. 1924 жылдан бастап мақала жазған екен. Содан жаңа 70 жылға дейінгі уақытты есептеңіз, осы жылдардан бәрін жинап, 70 жылы сол кісінің өзі қарап шықты олардың барлығын. Жіберетіндерін жіберу керек деді, жібермейтіндерін жібермеу керек деді. Өйткені оның барлығы бір кітапқа сыймайтын болды. Сол 70 жылы сәті түсіп, жазушы баспасынан суреткер парыз деген үлкен 30 баспа кітап шығардық. Ғабит Мүсірепов тек қарымды қаламгер ғана емес, қазақтың тарихында өшпес із қалдырған қайраткер. Ашаршылық жайлаған жылдарда бір ауыз сөз үшін бас кететінін жақсы білетінін Мүсірепов басын бәйгеге тіккен бесеудің бірі болып ел билегендерге хат жазған. Әдебиеттегі сапарластарының мойнына жалған жаланың құрғы түскенде шырылда бара түскен. Ғабеңнің осы қасиеттері де оның биік тұлғасын танытады. Мына бір тоқталатын тұс, Ғабеңнің сонау 32 жылғы аштық кезінде ел ішін аралап, елдің жағдайына жан ауырып, содан кейін осы халықтың қиын тағдырына қатты алаңдап, 5 адам қол қойып, сол кезде өлкелік партия комитетінің не жазған хаттары. Сол хаттан біз мына жерде көрініс жасап, сол кезде халықтың ескі, көне фотосуреттерден алынған фотоколлаж, және сол кездегі мына хаттан бір үзінді. Мал басының қисапсыз кеміп кетуімен көптеген қазақ аудандарын қамтып, адамдардың жаппай қырылуына әкеп соққан ашаршылық қыстың екінші жартысынан бастап жөнінде әлі күнге дейін ауыз ашпай отыру қаншалықты дұрыс. Мұндай сауалды қою ол кезде өзінің басын бәйгеге тігумен бірдей. Ал сол басын бәйгеге тіккен 5 азамат мына жерде өздерінің қолдары тұр. Бұл әйгілі бесеудің хаты қазір
жұртқа жария болған. Бұл туралы Шерхан Мұртазаның спектакльде, пьесасы бойынша спектакльде қойылды. Ал енді сонымен қатар Ғабеңнің осы бір ерлігі көз түрісінде көп айтылған жоқ болатын. Ал енді одан кейін бейімбет жау болса, мен де жаумын деп бейімбет ұсталып кетер кезде жазушылар одағында болған жиналыста айтқан сөзі де жаңғырығып талай жылдардан кейін қайтадан жарыққа шықты. Осы бір ең бір еліміздің тағдырындағы қиын кезеңдерде Ғабеңнің осы бір екі ерлігі енді ұрпаққа ұлағат. Біздің Ғабең творчествосының, Ғабең өмірбаянына қатысты әңгіме айтқанда бұған біз айрықша екпін түсіріп айтамыз. Бүгінде ақсақалдықтың ауылын аяқ басқан Мүсіреповтің қаламдас інілері жазушыны алғаш қалай көргендерін еске алады. Әрқайсысы әртүрлі жағдайда жолыққан. Ғабең әрқайсысына әрқилы әсер қалдырған. Кейін олардың бірқатарының тағдыры суреткердің өмір жолымен сабақтасқан тұстарда болған. Тәкаппар да кірпияз, кербез де сырбаз Ғабеңнің текті бейнесі кейінгі буынның көңіл төрінен мықтап орын алған. Шын мәнісінде бірінші рет көріп, бір кереметтей әсер алғаным, ол 1950 жылы, 52 жылы. Сол кісінің 50 жылдық мерейтойы, қазір мерейтойы деп жүрміз ғой, сол салтанатты жиналысқа қатынастым. Осы мына Дзержинский Виноградов көшесінің бұрышындағы ескі драмтеатрдың үйінде бір кешке салтанатты жиналыс болды. Мен ол кезде егер 52 жыл болса, бұл 50 жылда анық. Университетті бітіріп осында бір журналда, коммунист журналын істеп жүрген кезім. Сол бір шақыру билет қолыма түсті, бардым өзім. Сонда бірінші рет көрдім. Алғашқы көргенім 1947 жылы. Ол кезде мен студент едім. Орал қаласында педагогика, Пушкин атында педагогика институтында оқып жүрдім. 47 жылы республикалық жас ақын жазушылардың жиналысы болатын болды. Содан жаңа Батыс Қазақстан облысынан Оралдан 2 делегат болып, мен ол кезде өлең жазатын едім, ақын балам деп жүрген кезім едім. Жаңа өлеңдерін басып жүретін еді. Мені қазақтан, орыстан Чесноков дейтін бір орыстың ақын еді, екеуміз делегат болып келдік. Республикалық ақын жазушылардың жиналысына. Онда көп әңгімелер болды. Сәйіт Мұқанов баяндама жасады, осы Ғабең баяндама жасады, бірнеше адамдар баяндама жасады. Сосын жаңа шығып сөйлеуге келгенде маған сөз берді. Ғабеңді жаңа сол жиналыста көрдім, бағып отырдық. Сөзі қысқа болды, жақсы болды баяндамасы жас жазушылардың. Сосын маған сөз берген кезде жаңағы өзім бағып отырғаным Ғабең еді. Осы келешек өзім тағдырым Ғабеңмен байланысты бола ма, болмай ма, ол кезде білмеймін, жаспын. Сосын жаңағы әлгі сөйлеген сөзімде Ғабеңнің 39 жылы жазушылардың 2-ші съезінде сөйлеген керемет сын туралы сөз береді. Соны оқыған едім, соның басымда қалып қойған. Сол Ғабеңнен цитат келтіріп сөйледім баяғы. Соған жаңа бұрылып өзі маған қатты риза болды. Ел жұрт қаламнан қолы босағанда ықшам киініп алып аң аулауға шығатын Ғабит Мүсіреповті де жақсы біледі. Сөз өнерінде үнемі нысанаға дөп тиіп жататын заңғар жазушының көздегені қалт кетпейді. Мүсіреповтің мылтығы қарауылға алғанын құр жібермейді. Жазушының аңшылық туралы әңгімесінде пай-пай Мүсіреповтің мылтығы деп таңданатын тұсы да бар. Суреткер тастаяқты бипаздап ұстап бильярд ойнаған. Бұл ойыннан да ешкімге дес бермеген. Жүйріктің қайда да жүйрік екенін өмірі дәлелдеумен болған. Хобби дейміз бе, ермегі дейміз бе, бұл өзі әрбір шығармашылық иесінде болатын болу керек. Мәселен, Ғабең бильярд ойнауды жақсы көрді. Бұл жөнінде өзінің замандастары, тұстастары, көз көрген азаматтардың естеліктерінің бәрінде бар. Ал мына бірау ки, міне сол Ғабеңнің өзі ардақтап ұстаған, өз қолы тиген киді
мына экспозицияға қойып отырмыз. Сол сияқты Ғабеңнің бір ғадеті мына ағаш бұтақтарын барған жерінде жаңағы саяхаттап барсын, мейлі іс сапармен барсын, сол жерде бір әдемі ағаш бұтақтарын көрсе, соны қызығып, соны қиып алып, содан мынандай таяқ, шоқпар жонып, өз қолымен жасап алып қайтады екен жаңағы. Олардың өзі біразы мына жерде міне көріністе тұр, біраз ана жұмыс кабинетінде тұр. Негізі жұмыс кабинетінде өзі қатар-қатар тізіп қойғанды ұнатқан осындай жасаған заттарын. Мына фотосуретте де міне сол өзінің жаңағыдай таяқ жонып отырған сәті бейнеленген. Ал енді осы бір таяққа қатысты мына жерде бір әдемі таяқ тұр. Бұл құрдасы Ғабиден Мұстафиннің Ғабеңе сыйлаған таяғы, жиналмалы таяқ. Былай ашқан кезде орындық болады. Жинаған кезде қол ұстайтын таяқ болады. Мұражайдың кез келген мүйісінен Ғабең ұлағатының сырына қаныққандай боламыз. Жазушының қолы тиген заттар қазір қастерлі жәдігерліктер саналады. Ал суреткердің бүгінде қағидаға айналып кеткен ой пікірлерінің салмағы уақыт өткен сайын арта түскендей. Музейге келушілер музейден шығар кезде Ғабеңнің мына бір сөзіне назар аударсын деп әдейі кетіп бара жатқан адамға Ғабеңнің бір ауыз сөзі ой салса, ол сол сөздің мәніне терең үңіліп шықса деген оймен Ғабеңнің мына бір сөзін алтын әріптермен жазып қойдық. Дүниеде адам баласының ұлы қасиеті екеу-ақ. Ой ұлылығы, сұлулық ұлылығы. Көркем айтылған ой ұлы, ойландыра алған сұлулық ұлы дейді Ғабит Мүсірепов. Бұл өзінің күнделігінен алынған сөз. Ал шынында да Ғабең осы бүкіл өзінің шығармашылық жолын осы ойдың ұлылығы мен сұлулықтың ұлылығына арнаған адам. Біз мына музейдің экспозициясында осыған құруға тырыстық. Яғни Ғабең ойының ұлылығы, Ғабең мына таңғалған соң кейін шығармаларын арқау еткен сұлулықтың ұлылығы жөнінде баяндап шықса дедік. Мүсірепов туралы естеліктерде жазушының мінез-құлқы жөнінде аз айтылған жоқ. Сырбаздығы, кербездігі, әр сөзіне мән беріп сөйлейтіндігі, паңдығы, талғампаздығы талай жазбаларға арқау болды. Ғабең сонысымен де ерекше болатын. Халық оны сол үшін де жақсы көрді. Сұлу сөздің сардары академик Зейнолла Қабдолов айтқандай, ел жұрт Мүсіреповпен мақтанды. Жер бетіндегі жан баласына ұқсамайтын Мүсіреповтің мінезі оның текті тұлғасының сипатын ашып тұрар еді. Драмалық шығармаларын жеке кітап етіп шығару болды, 3 томдықтан кейін. Ол 40 баспаты бақ болды, өнер баспасынан. Сосын драмалық шығармаларын өзімен келісіп, жаңа драмалық шығармалар, сценарийлер бар, кино сценарийлер бар. Солардың бәрін дайындап, осы кабинетте дайындағанда, мен қарап отырмай, менен баяғы ескі партократтардың біреуімін, мен ол кісіге бір сөз айтып қалдым. Мынау драмалық шығармаларға кіл тарихи тақырыптар болып баратыр. Мына современный тақырыптарда бір шығарма жоқ, осы кейін сөз болып жүрмейме деп сөйледім. Сол менің сөзім ол кісіге тікенектей жабысты. Тек бір-ақ сөзбен қайырып тастады, тек ерунда деп сөйледі. Сосын мен жым болдым. Жым, ерунда дегеннен кейін. Бір кереметтей ерекше бір мінез болушы еді ол кісіде. Ол сені әрі итерген емес, бірақ ішіне бауырына еріксіз тартып бір ондай жадаға аяқ айшылыққа бармайтын кісі еді. Талай оңаша әңгімелер де болды. Бір тапсырмаларымды орындап жүрдім. Көп шығармалар жөнінде жаздым мен. Енді осы соңғы жылдан жазған шығармаларында мен пікір айтпағандары жоқ, соның барлығын көріп жүрді. Іштей ұнатқан шығар. Бірақ мынауың керемет екен, мынауың жақсы екен деген сөзді ол кісі айтпайтын. Бүгін Ғабеңмен жақсы болдың деп ертең еркін сия алмайсың ол кісінің алдына.
сондай бір ғажап ерекше мінезі бар еді. Артық сөзі жоқ, ай-шайы да жоқ, бірақ ол кісінің алдында өзіңді бір белгілі бір шекарада ұстайсың. Ғабит Мүсірепов соған қарамастан қаламдас інілерін де аялай білген. Ұзақ жылдар бойы кітабын баспаға әзірлеумен айналысқан әдебиетші ғалым Әбділхамит Нарымбетовке жарық көрген туындысының алғы сөзінде алғыс айтқан. Ешкімге елпете қалмайтын Ғабеңнің бұл алғысын әбекең марапаттаудың қай түрінен де кем көрмейді. Өзіне қояр талабы өте күшті, аса талғампаз болғанына қарамастан кейде Мүсірепов сыйлас інілерінен шығармаларын оқып пікір айтуында өтінетін көрінеді. Шығармашылық жағынан да енді сол әлгі байланыс сол жағынан да тарап кейбір нәрсесінде оқытып пікіріңді айт деп сұрап алады. Мысалы жат қолынданың басын аяғын оқытып еді қолжазбаменен қалай ол кісіге пікіріңді шамалап айтасың, ол кісі де шамалап тыңдайды. Соның өзінен ол кісі өз әсер алады, сен өз әсеріңді сол кісіге мөлшерлеп қана айтасың. Жалпы менің әсерім енді Ғабең жөнінде ерекше адам, ерекше тұлға. Біз көп бастықтарды да көрдік. Үлкен дәрежелі қазір енді чиновник деп жүр ғой, партократ деп жүр. Мен үлкен басшы қызметкерлерін де көрдім талайын. Министрлермен де істес болдық. Жазушылардың да әрқайсысымен. Бұл кісінің орны, мінезі, осы жүріс-тұрыс, кісіменен қарым-қатынас мәдениеті мүлде ерекше. Бір Мүсіреповтік бейнеден деңгейден бір түспейтін, одан асып тасып та кетпейтін ғажап бір сондай адам еді. Мүсірепов дүние салғанда алаш арыстарының ақталар мезгілі тақап қалған. Қалқымен қайта қауышқан перзенттеріміз қыр астында тұр еді. Тоқыраудың тоңы жіби қоймаған тұста күнделігін мағжан өлеңдерімен әдіптеген Мүсірепов бұл күнге жете алмады. Бірақ қаламгер ретінде бақытты ғұмыр кешкен жазушы болып, мәңгілік мекеніне аттанды. Осы үйге сол 70-ші жылы алғаш рет келіп едім, өзі бір шақырып. Содан осы 31 күні 85-ші жылы қайтыс болды ғой. Сонда больницаға бірнеше рет ауруханаға жатып шығып, соңғы келіп үйге келіп жатып, енді сол жедел жәрдем каретасымен әкетіп бара жатқанда мынау есіктің алдындағы баспалдақтан шығарыс болған бір азғантай топтың ішінде мен бар едім. Сол больницаға жетер-жетпесте қайтыс болды. Ол кісі 1985 жылы күз айынан бастап ауыра бастады. Сонда осы үйге бір рет бір келдім. Жаңа көңілін сұрай келіп едім. Ғазиза дейтін апай болды. Соңғы өзінің ол кісінің жары. Анау спальный көмітте қиналып жатыр екен. Қиналып. Мен кіріп, былай тек тілдесу ғой. Ғазиза апай кіргізбеді. Өте ауыр қалде жатыр. Мазаламаңыз, қиналып жатыр дегесін. Сосын жаңағы бірақ есікті ашып жаңа қарадым. Өте ауыр қалде жатыр екен. Тілдесе алмадым, кеттім. Менен басқа пысықтар тілдесіп қалыпты. Мен әлгі Ғазиза апайдың әлгі ұлықсатын сұрайым деп, ұлықсатын сұрамай кіріп кетуім керек еді. Менің қатем сол болды. Ұлықсатын сұрайым деп жаңағы тек қана сыртан көріп қалдым. Ең соңғы кездесуім осы болды, көруім. Ғабит Мүсірепов өмірден өтерінде туған елге соңғы сөз деп аталатын қоштасу қатын қалдырған. Кешегі өткен Ғабиден досқа енді 2 жыл жүрсек жетпей ме дегенім бар еді. Сол мөлшерім мөлшер болды. Қойны суық қара жердің құшағына міне мен де кеткелі жатырмын. Үмітпен, күреспен, сеніммен өткізген ұзақ ғұмырымды
қорыта қарасам қуанышым да ренішім де мол екен. Жаңа қазақ мемлекетінің биік туы менің көз алдымда көтерілді. Бүгінде күллі әлем назар ауған іргелі елге айналдық. Бірақ әдебиет пен өнер ұлы болмаған жағдайда ұлт ұлы болып есептелмейтінін ұмытпайықшы. Жан сүйсінтер бірлік жоқ жерде саналы тірлік те жоқ. Кейде мыстың алтынға, қыранның қарғаға телініп жататыны осының кесірі. Үлкен өнердің үлкен таза мінезі болуға керек. Өзім іргетасын қаласқан қазақтың ата буын әдебиетінің атынан өтінерім, мені соңғы сапарға шығарып саларда осы ақтық тілегімді еске алыңдаршы, деп жазады ұлы суреткер. Сөйтіп қара сөздің хас шебері ғұмырмен қоштасып жатқанда да тектіліктің тұғырынан таймапты. Ғабеңнің осы ғибратты тілегін ой санамызға темірқазық ете алсақ болғаны да.